Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Бүгін біз сіздермен бірге Қазақстан тарих пәнінен алған тажрыйба талдауымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің тажрыйба талдауымыз максималы балл 30 баллдан тұратын болады. Міне көріп отырмыз, иә. Және де тажрыбамыз 5 тасмадан тұрады. Түсінікті ғой, иә? Бірінші тасмамыз: ксро-ның ыдырауы заңдылық па әлде кездейсоқтық па? Өз пікіріңізді жазыңыз, дәлелдеп келтіріңіз, түсіндіріңіз деп тұр. Бұған 3 балл беріліп отыр. Түсінікті ғой, иә? Екінші тапсырма: тарихи құжатпен, суретпен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Яғни біріншісі бізде А нұсқасында тарихи құжат көрсетіліп отыр. 17 және 18 баптар бойынша міне көріп отырмыз, иә? Және де екінші вариантта тарихи суретпен жұмыс дейді. Бұл суретте кім бейнеленген және Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертілген уақытты анықтаңыз дейді. Және де бұл суреттің қандай тарихи оқиға барысынан үзінді екендігін анықтаңыз дейді. Жалпы алғанда міне балалар көріп отырмыз, бірінші тасманың астында, А вариантының астында, деректердің астында сұрақтар беріліп отыр. Сұрақтарға жауап беріп өтетін боламыз. Одан кейін мына суреттің астындағы екі сұраққа жауап беріп өтеміз. Общий алғанда екінші тасма бойынша 5 балл беріліп отыр. Үшінші тапсырма: кестенің ішіндегі үш жылда болған тарихи оқиғаны жазатын боламыз және тарихи оқиғаның маңызын жазамыз. Бұл тапсырмаға 6 балл беріліп отыр. Төртінші тапсырмада жоспарлы экономиканың ерекшеліктері, нарықты экономикалықтың ерекшеліктері, нарықты экономикаға көшу себептерінің 3 себебін атайтын боламыз және де нарықты экономикаға көшу барысындағы қиыншылықтардың себептерін анықтайды екенбіз. Бұған да 3 қиыншылықтарын көрсетіп өтеді екенбіз. Бұған 8 балл беріліп отыр. Және де біздің ең соңғы тапсырмамыз: Қазақстандағы 90 жылдардағы дағдарыс кезіндегі әлеуметтік саланы сипаттаңыз. 2000 жылдардағы әлеуметтік саланың дамуын сипаттаңыз. 90 жылдардағы тұрғын үй құрылысын сипаттаңыз. Жақын шетелдердегі қазақ диаспорасының жағдайын сипаттаңыз дейді. Бұл тапсырмаға да 8 балл беріліп отыр. Балалар, сіздерге алдымен ескертетін жағдай: бұл жоба талдауын көрмес бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтетін боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші тапсырмасының жауабы: менің ойымша, ксро-ның ыдырауы заңдылық деп санаймын. Өйткені бірнеше жылдар бойы жиналған әлеуметтік экономикалық саяси жағдайлар өз шарттау шегіне жетті. Қалыптасқан саяси жағдайлар ксро-ның ыдырауына бастамашы болды. Міне осымен біздің бүгінгі бірінші тапсырмамыз аяқталды. Екінші тапсырмамыз: тарихи құжатпен жұмыс. А вариантында Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңы 1991 жылғы 16 желтоқсан заң 7 тарау 18 баптан тұрады. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін бүкіл әлемге жария еткен бірден бір маңызды тарихи құжат болып табылады. В варианты: тарихи суретпен жұмыс. Президентті ұлықтау рәсімі 1991 жылғы желтоқсан Алматы қаласы. 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ АКСР атауы Қазақстан Республикасы деп өзгертілген болатын. Міне осымен біздің екінші тапсырмамыз толық аяқталды. Үшінші тапсырмамыз: 1991 жылы 29 тамызда елбасы жарлығымен Семей ядролық сынақ алаңы жабылды. Қазақстан ядролық қарудан ерікті түрде бас тартқан дүние жүзіндегі алғашқы мемлекет болып тарихта қалды. 1991 жылы 21 желтоқсанда ТМД құрылды. Яғни тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымы. ксро ыдыраған соң Қазақстан ТМД мемлекеттер арасындағы экономикалық байланыстарды қайта құру, нығайту және одан әрі дамыту қатысты бастамашы қызметін атқарды. 1992 жылғы 2 наурыз Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 46 сессиясында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстанның халықаралық саясаты мәселелері бойынша сөз сөйледі. Өз сөзінде ядролық қарусыздандыру және таратпау мәселелері, жаппай қырып жою, қаруын жою жөніндегі нақты қадамдарға көшу қажеттігін атап өтті. Міне балалар, біздің осымен үшінші тапсырмамыз аяқталды.
Енді төртінші тасымалымызға көшейік. Жоспарлы экономиканың ерекшеліктері. ксро және басқа да социалистік деп аталған елдерде қолданылған экономика жүйені ұйымдастыру тәсілі. Мұнда материалдық қорлар мемлекет меншік болып есептеліп, барлық кәсіпорындардың экономика қызметі директивалық жоспарлау, басқару және бақылау арқылы бағытталып үйлестіріліп отырылды. Енді нарықты экономиканың ерекшеліктері. Нарықты экономика, рыноктық экономика, базарлы экономика, еркін кәсіпкерлік, өндіріс құрал-жабдығына меншік нысандардың көптігі, нарықтық баға белгілеу, шаруашылық жүргізуші субъектілерінің арасындағы шарттық қатынастар, мемлекеттік шаруашылық қызметке шектеулі түрде араласу қағидаттарына негізделген экономика болып табылады екен. Ерекшеліктері. Одан кейін нарықты экономикаға көшудің себептері дейді. Бірінші себебі одақтастық республикалармен экономикалық байланыстың үзілуі. Екіншісі республикалардың арасында уақытында өнімдердің жеткізілмеуі. Үшінші 90-шы жылдары экономика деңгейі 55%-ға төмендеген болатын. Енді нарықты экономикаға көшу барысындағы қиыншылықтардың себептерін анықтаңыздар дейді. Біріншісі, басқа республикаға қарағанда Қазақстанның шикізат саласы ескірген инфраструктура, кәсіпорындар мен техникалық жабдықтар, экстенсивті дамыған ауыл шаруашылығы дүниежүзілік стандартқа сәйкес келмеді. Екіншісі, өндірістік қуаттарды, құрылыс нысандарын іске қосу күрт қысқартты. Үшінші, көлік байланысы 60%-ға қысқарған болатын. Міне балалар, осымен біздің 4-ші тасымалымыз аяқталды. 5-ші тасымалымызға көшейік. Біріншісі, нарықтық қатынастарға өтудің алғашқы кезеңінде қазақ халқының басым бөлігінің өмір сүру деңгейі нашарлап, кедейшілік белгісі біліне бастаған болатын. Қоғамда табыс деңгейі бойынша ерекшеленетін әлеуметтік жіктелу жүрді. Яғни дәулетті және кедей адамдар тобы қалыптасты. Әсіресе жалақылар төмені, әлеуметтік санатқа жататын топтың жағдайы қиын халде еді. Мұғалімдер, дәрігерлер, инженерлер, бюджет қызметкерлері осы санатқа кірді. Одан кейін 5-ші тасымалының екіншісі, 2000 жылдың басында әлеуметтік саясат тұрақты экономикалық өсу жағдайында жүргізілді. Зейнеткерлерге, Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне, сонымен қатар көпбалалы аналарға, толық емес отбасына, жағдайы төмен тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету басты мақсат болды. Елдегі ақшаның құнсыздануы көлемі 2002 жылға дейін 7%-дан төмен мөлшерге түсті. 5-ші тасымалының үшіншісі, нарыққа көшкеннен кейін тұрғын үй саласында айтарлықтай өзгерістер болды. 1993 жылдан бастап тұрғын үй алуға ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер беріле бастады. Еліміз нарықтық қатынастарға енуіне байланысты адамдарды үймен қамтамасыз ету тоқталғанымен, мемлекет әлеуметтік қорғауды қажет ететін халықтың үй алуына жағдай жасады. Мемлекет тарапынан ұзақ мерзімді жеңілдік пен несие беру арқылы халыққа көмек берілді. 5-ші тасымалының төртіншісі, қазақ диаспорасы саяси және діни себептердің салдарынан күштеу немесе мәжбүрлеу сипатындағы көші-қонды бастан кешірді. Қазақ диаспорасы өкілдері барша қазақ халқының құрамдас бөлігі болып табылады. Бірақ өткен тарихтағы ішкі және сыртқы саяси оқиғалар салдарынан қазіргі кезде отанынан тыс жерлерде, яғни Азия, Батыс Еуропа, Америка елдерінде тұрады. Қазіргі кезде түрлі ақпарат көздерінің мәліметтері бойынша сырттағы қазақ диаспорасының өкілдерінің саны 5 миллионға жуық екен. Міне балалар, бүгінгі біздің ТЖБ талдауымыз аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Жақсы сау болыңыздар.